құрметті студенттер. Бүгін біздің кезекті подкастымызға қош келдіңіздер. Және де бүгін студияда тағы да біз, Ғалия Аренова және де Әділет Амангелді. Бүгінгі біздің тақырып негізі өте қызықты және де көп студенттер үшін өзекті деп ойлаймын. Ол тіл және тілдерді үйренудегі біздің мақсатымыз. Жалпы тілдерді үйреніп жатқанда адам деген өзі үшін көп нәрсені табады. Және де тілдерді үйрену қазіргі уақытта мен ойымша ол заман талабы. Өйткені мысалы біз шетелге шыққымыз келсе де, шетелде оқымыз келсе де, мысалы шетелдегі азаматтармен сөйлескіміз келсе де, онлайн түрде болсын, өмірде болсын, әрине оның бәріне бізге тіліміз қажет. Мысалы біз көп айтады ғой, өзге тілді біл, мысалы, бірақ өз тіліңді әрине құрметте деп. Бірақ кейбір адамдар ойлайды, мысалы, мен өз туған тіліме жүре берейін, ол маған жеткілікті, маған басқа тіл керек емес деп. Бірақ әрине қазіргі уақытта көп тілдер бар, және де оларды мысалы біз оқысақ та, бұл өзімізге де бір үлкен пайда тигізеді. Мысалы, мен ойымша қазіргі уақытта ең өзекті тілдердің қатарында, мысалы біздің Қазақстанда, ол ең бірінші әрине біздің қазақ тіліміз, екінші ол орыс тіл, және үшінші ол ағылшын тілі деп ойлаймын. Мысалы, Әділет, сенің ойынша тілдерді қазіргі уақытта оқу, білу қаншалықты өзекті жастар үшін? Өте дұрыс айтып кеттің. Қазіргі таңда тіл енді біз үшін ең маңызды құндылықтарымыздың бірі. Мысалға, әлемге 7 мыңға жуық тіл болса, күніне соның 2-3 жойылып отырады екен. Оның себебі жаңағы кейбір халық өз тіліне деген жаңағы құрметсіздіктің азаю, яғни өзге тілге деген қызығушылықтың артуына байланысты. Бірақ бір өзге тілге қызықты мекендеп, ол үшін мысалға өз тіліңді ұмытып кетпеуің қажет. Ең бастысы, сен әрине өзге тілдің барлығын білуге әрине ол дұрыс, себебі 2 тіл білсең, 3 тіл білсең айтады ғой, 2 тіл білсең 2 адамсың, 3 тіл білсең 3 адамсың дегендей. Сондықтан әрине орынды, бірақ тілді меңгерем деп жүріп, өз тілінде сөйлемей жүрген жандар да көп. Оны біз әлеуметтік желілерден де байқап жатамыз. Кейбір адамдар тіпті айтып жатады, сен қазақсың ғой, неге өз тіліңде сөйлемейсің деген секілді пікірлер қалыптасып жатады. Сондай пікірлерді қалыптастырмау мақсатында біз қанша жерден мысалға ағылшын тілі бізде қазір енді ағылшын, Қытай, жаңағыдай өзің айтып кеткендей, кәріс, орыс тілдері қазір енді көп жаңағыдай қалай студенттердің жаңағы қызығушылығын арттыру үстінде. Бірақ енді ең қазіргі бізде ең не болып тұрғаны ол бізде ағылшын тілі. Мысалға, сіз ағылшын тілін білсеңіз, шыны керек, қай елде болмасын, бір есігін айқара ашып кіре аласыз. Мысалға, мен өзім кейде ойлап қоямын, біздің мысалға қазақ тілімізде сондай болса ғой деп, мысалға, қазақ тілімен де халықаралық мысалға компанияларға, нелерге бара алсақ. Мысалға, қазіргі таңда академиялық ұтқырлық деген бар. Мысалға, біз студент болғандықтан біз шетелге жаңағы сол арқылы мысалға көптеген университеттерге бара аламыз, бірақ біздегі бір минус ол жастардың жаңағы тіл білмеуі. Мысалға, біз әрине тек қазақ, орыс тілін ғана меңгергенбіз толықтай, ал ағылшын тіліне келгенде кішкене бізде қиындау. Сол мысалға ағылшын тілін үйрену үшін көптеген жастар көптеген курстар сатып алады, бірақ ең маңыздысы кез келген курсты сатып алмау керек. Мысалға, оның ішінде пайдалысы да бар, пайдасыз да бар деген сияқты ғой. Мысалға, осы жерде бір дерек келтірсем, ЮНЕСКО-ның деректеріне сәйкес әлемде 2 немесе одан да көп тіл білетін жастардың еңбек нарығында 30-50% жаңағы жоғары, яғни еңбек нарығында. Яғни бұл дегеніміз компаниялар өздеріне мысалға жаңағы шет тілдерін түсінетін, яғни коммуникацияны қалыптастыра алатын адамдарды артық көреді, яғни өз тілін білетін адамдарды, яғни барынша артықшылық береді. Мысалға, егер сіз шет тілін білсеңіз, жаңа айтып кеттім ғой, кез келген жерде жүре аласыз. Соған сай, мысалға, сіздің жалақыңыз да, мысалға, тіл білмейтін адамның қасында 20-30%-ға жоғары аласыз. Яғни, бұл жердегі басты не ол? Әрине, ол сіздің тілді білуіңізде деп айтқым келеді. Сен де осы бізге бір қызықты ақпарат айтып кеттің. Шынымен де қазіргі уақытта негізі көп жұмыс орындарға, мекемелерге барған сәтте сізден әрине тілдеріңізді, қанша тіл білетініңізді сұрайды.
бұл сұраққа әрине таңғалмау керек. Өйткені біз өз тілімізді жақсы білсек те, арай өзге тілдерді білгеніміз біз үшін ұтымды жағдай істейді. Сонымен қатар, мысалы, мен деген өзім жай айтып кетсем, мен қазір уақытта ағылшын тілін үйренуге тырысып жатырмын. Және ағылшын тілін негізі мен осы 5-6 жыл бойы оқыдым деп айта аламын. Өткен деген мен мысалы тұрақты түрде оқымаймын әрине, кейде осы бос уақытында кейде қараймын, кейде осылай көп бейне роликтерді қараймын ағылшын туралы. Және де осы 2019-дан бері негізі мен қызығушылығым шықты осы ағылшын тіліне. Мен деген кейбір курстарға қатысқан болатын ағылшын тілі бойынша. Және де осы зерттеген сәтте негізі ағылшын тілін білуім маған көп нәрсеге өз пайдасын тигізді. Біріншіден әрине ол мектеп қабырғасында мысалы маған ұтымды болды. Өйткені мен де мысалы ағылшын сабағынан көп нәрсені білген болатынмын. Ол сабақты өтпесек те мен алдынан білдім ол қандай шешім болатынын. Және де осы университетке келгенде де негізі ағылшын тілі өте қатты маған көмектесті. Имтиханда да әрине маған өте жақсы көмектесті. Жалпы негізі айта берсек өте көп басқа тілдерді оқу. Бірақ мысалы біз қарап тұрсақ, физикалық және де біздің миымызға да өзге тілдерді үйрену өте пайдалы. Өйткені мысалы біз тілдерді үйренген сәтте біздің миымызда жаңа нейрондар қалыптасады. Және де жаңа нейрондар қалыптасқанда ол мысалы адамның миының қартаюын тежейткен. Және де арай адам деген мысалы ол қалай айтуға оның өзінің денсаулығына да миына да өте жақсы септігін тигізеді. Сонымен қатар билингв адамдар, бірнеше тілде сөйлейтін адамдар, олардың өмір сүру ұзақтылығы да жоғары болады екен. Сонымен қатар олар өзінің миы жақсы дамиды екен әр сәтте. Өйткені олар әртүрлі тілден бір-бірімен ауысады. Және де кейбір ғалымдар айтып кетеді, мысалы тілді деген үйрену ол жеткіліксіз. Сізде деген ол тілді күнделікті өмірде қолдануыңыз керексіз. Күнделікті өмірде мысалы адам 2-3 тіл арасында ауысып сөйлей берсе, ол үшін ол деген өте үлкен пайдасын тигізеді. Сонымен қатар ол біз үшін тәжірибе болады. Мысалы кейбір жастарда бір уайым болады. Мен ол тілді қалай үйренемін? Оның қасында мысалы сол елдің азаматы болмаса. Жалпы айтқанда носитель языка дейді ғой. Сол адам болмаса не істеймін дегендей. Бірақ негізі қазір уақытта енді интернет бізде дамыған, заман әрине дамыған. Сондықтан де мысалы интернетте де көптеген бейне роликтерді қарауға болады сол тіл бойынша. Мысалы сол елдің азаматтары қалай сөйлейді, олар мысалы акцент дейді, соны қалай сөйлейтін бәрін зерттеуге болады. Сонымен қатар онлайнда сол адамдармен сөйлесуге болады. Мысалы қазіргі кезде көптеген курстар осындай бір жақсы нәрсе істейді. Олар деген тілді үйретеді, теория береді, сонымен қатар өздері практикамен қамтамасыздандырады. Мысалға айтқанда, олар сол елдің азаматы арқылы, мысалы сол елдің азаматы өз оқушысымен мысалы сөйлесе алады. Тек мысалы ағылшын тілінде, мысалы сіз қандай тіл үйреніп отырсыз, мысалы тек орыс тілінде болсын, шетелдіктер үшін тек қазақша тілде сөйлейтін адамдар болады. Және солармен сөйлеген сәтте әрине бізде басқа амал жоқ, сол тілде сөйлеуге тырысамыз. Қате білсек те, қате сөйлеп қалсақ та, бірақ сол тілде сөйлейміз. Мен ойымша ондай тәжірибелер өте жақсы, өйткені адам деген жаңа тілді үйреніп жатқанда ойынан бір нәрсені алып тастау керек. Ол мысалы мен қателесіп кетсем не істеймін, қателесіп кетсем мен деген біртүрлі көрінемін дегенде сол адамға күлкілі көрінемін. Сол нәрсені ұмытуымыз қажетпіз. Өйткені әр адам кішкене нәрседен бастайды. Кішкене ғана нәрседен бастайды. Ешбір адам керемет бастап кеткен жоқ әр тілді. Және де мысалы қазір уақытта көптеген тілдерді жаттықтыруға болатын қосымшалар бар. Оның бәріміз танитын ол Duolingo, әлем бойынша ең танымал. Бірақ мысалы Duolingo жайлы айта берсек, неде айтатын көп нәрсе бар, көп ақпарат бар. Бірақ қазіргі кезде бізде Қазақстанымызда жаңа бір қосымша шығып жатыр екен. Оның аты Әлем. Әлем деген ол осындай бір ағылшын тілін үйренуге арналған қосымша. Қазір уақытта тек әрине ағылшын тілін оқуға болады сол жақта. Бірақ мен ойымша болашақта біздің Қазақстанымызда осындай бір қосымшалар ары қарай дамиды деген ойдамын. Өйткені Әлем ол тек қана бір қадам қойылған. Және де оны шығарған осы біздің Қазақстанымыздағы 2 жас бала, 2 жас бір маман, осы бір қосымшаны шығарған болатын. Және де ол қосымшада негізі көп ұтымды жақтары бар, олардың көп ішіндегі функциялары бар. Мысалы тілді үйрену, және тілді үйренумен қатар, ол жақта жасанды интеллект арқылы, мысалы біздің жазған мәтінімізді дұрыстап бере алады, қандай қателіктерді жібердік, соның бәрін үйретеді. Мен ойымша бұл жаңа заман талабына жақсы қадам, сонымен қатар біздің Қазақстанымызды әлемдік аренаға шығару. Өйткені мысалы көп білеміз, мысалы қазіргі кезде Threads қосымшасы бар, және де Threadsте қазіргі кезде сол қосымша жайлы көп айтып жатыр, көп жазып жатыр. Мысалы өзге шетелдің азаматтары да біліп жатыр. Мен ойымша бұл біз үшін үлкен мақтаныш болу керек.
Сонымен қатар мысалы біз журналист ретінде де өзіміз туралы айтып кетсем, мысалы журналист ретінде де біз жаңа мекемелерге барған сәтте бізден сұрайды, мысалы сіз ағылшын тілін білесіз бе деп қазіргі уақытта. Және де ағылшын тілін мүлде білмесеңіз, негізі өзіңіз үшін де қиын болады. Өйткені мысалы сіздің қасыңызда тағы да адам болса, ағылшын тілін жақсы білетін, жетік білетін, әрине ол адамды ұтымды жағдайда болады. Сондықтан мен ойымша жастарға әлі де уақыт бар. Ағылшын тілін, мысалы ағылшын өзге тілдер үйренуге де әлі де уақыт бар. Оларды үйрене беруге болады, әртүрлі курстар бар. Курстар мысалы тек қана мысалы жалақы түрінде болмайды, мысалы тегін курстар да бар. Мен білемін, осы жас орта инстаграмда көптеген курстар шығарылады, ағылшын тілі туралы, мысалы түрік тілінде, орыс тілінде. Және де соларға жазылып қоюға болады, және де сізді деген алса кастингтен, сіз тегін осы тілді оқи аласыз. Аптасына мысалы 2-3 рет болады. Мен ойымша ол негізі өте үлкен жақсы мүмкіндіктер. Біздің Атырау қаламызда, мысалы бүйтіп қарасаң шағын қаламызда осындай бір жақсы мүмкіндіктер шығып жатыр. Өйткені көптеген адамдар түсіне бастады тілдің маңыздылығын. Мысалы көбісі айтса да, мысалы өзге тіл саған не үшін керек, өз тіліңді жақсы біл, мысалы өз тіліңді құрметте ең бастысы деп. Мен ойымша ол адамдарды тыңдамау керек. Өйткені біз әрине өз тілімізді құрметтейміз, бірақ өзге тілдерді білуіміз, мысалы шетелге шыққанда да, өзге тіл мамандарымен сөйлескенде де біз үшін өте үлкен пайдасы болады. Өте дұрыс айтып кеттің. Және тағы да айтып кеттің ғой, қателіктен қорықпау керек. Ең бастысы әрқашанда тіл үйренгенде қателіктен қорықпаңыз, себебі ешкімде ол тілді біліп туған ештеңесі жоқ. Бәрі де жаңағы жетіле бара айналасындағы қоғамдағы адамдарға өзімен қатар жаңағы достарына қарап сол тілді үйренеді. Сонымен қатар енді біздегі тіл білмеудің бір минусы, ол мысалға сіз шетелге барғанда гид жалдайсыз немесе аудармашы жалдайсыз деген секілді. Ол мысалға бір Америкаға неге бару үшін, егер сіз тіл білмесеңіз, әрине сізге кімнің көмегі керек болады? Әрине гидтің көмегі керек болады. Сіз егер тіл білсеңіз, сіздегі ең бір артықшылық, ол сіз кез келген жерде өзіңіз сол білетін тіліңізді пайдалана аласыз, және әрқашан соған бір өзіңізге тұрақты түрде дамып отырасыз. Сосын бір тілмен шектеліп қалмау керек. Енді миллиондаған тіл бар ғой әлемде. Бірақ енді соның ішінде жаңағыда айтып кетіп жатырмыз ғой, ол әрине ағылшын тілі. Бірақ ағылшын тілінен бөлек тілдер өте көп және шексіз деп айтуға болады. Осымен мысалы сен жақсы айтып кеттің, мысалы өзге елдерге барғанда бізге мысалы гид керек болуы мүмкін, немесе өзге мамандар керек болуы мүмкін. Оның бәрі әрине үлкен мысалы ақша сұрайды, және де жалақы болады. Ал мысалы біз деген тілді үйренсек, әрине біз деген ол тілде жетік сөйлей аламыз, еркін ұстаймыз өзімізді, және де ішкі сенімдік болады. Мен ойымша тілді үйренгенде ең күшті жағы ол деген өз-өзіңе деген сенімділік артады. Өйткені өзге адамдардың мысалы тілді білмейтін, немесе дұрыс тілді жетік білмейтін адамдар арасында сен өзіңде әрине бір сенімдік пайда болады ішінде, мен осы тілді білемін, сөйлей аламын дегендей. Және де осы тілдерді үйреніп жатқанда кейбір адамдар ойлайды, үйренгісі келмейтін адамдар ойлайды, мен өзге елге барғанда мен ол жақта аудармашым болады өзімнің ұялы телефонымда, сол арқылы адамдармен сөйлесемін деп. Бірақ ол әрине үлкен қателік. Өйткені осы аудармашылар да қателіктерді жібереді. Сонымен қатар мысалы біз қарапайым бір сайттарға кіргенде өзге тілдегі, мысалы Қытай тілінде дейік, Қытай тілінде аударғанда бізге әрине бір түсініксіз нәрселер шығып кетеді, мәтінге ешқандай қатысы жоқ. Мен ойымша осындай бір жағдайлардан аулақ болу үшін біз тілді кішкене болсын, бірақ жаттығып үйренуіміз керекпіз ары қарай. Сонымен қатар кейбір адамдар мысалы айтады, қалай айтады, тілді деген үйреніп жатқанда, мысалы кейбір адамдар айтуы мүмкін. Қазақстанымызда мысалы кейбір адамдар айтады, өзге ұлт өкілдері біздің Қазақстанда тұрып жатқанда, маған қазақ тілі керек емес. Мен өз тіліммен де жақсы жүріп жатырмын, орыс тілінде көбісі біледі қазақтар деп. Бірақ мысалы ол адамдардың әрине ойы үлкен қателік. Өйткені біздің жерімізде, біздің Қазақстанымызда тұрып жатқандықтан, мен ойымша біздің осы мемлекеттік тіл емес, сонымен қатар ол адамдардың тілі сол жақта тұрып жатқан мемлекеттік тіл болғанымен қатар. Сонымен қатар біздің осы өзге ұлт өкілдері де біздің қазақ тілімізді құрметтеп, негізі кішкене білсе де мен өте жақсы болады. Өйткені мысалы қате оны айту, қазақ тілі бізге қажет емес, қазақ тілі бізге не үшін керек дегендей.
Сондықтан бізде мысалы өзге елдерге барғанда да сұрай алмаймыз. Неге осы адамдар қазақша сөйлемейді, неге мен өзге тілде сөйлеймін деп. Ол үлкен қателік болады біздің артымыздан. Сондықтан деген біз осы шетелге де барғанда да біз деген сөйлеуіміз керекпіз. Мысалы деген бізге қиын, мен ол тілді білмеймін деп ешкімге біз өйтіп жалына алмаймыз. Сондықтан студенттер осы тілдерді үйреніп, өзімізге сеніп, осындай бір болашаққа деген қадамымызды құра бастаған қазір уақыттан бастап. Өте дұрыс айттың. Ең бірінші жаңағы өз тіліңізді ұмытып кетпеу керек қой. Басқа тілді үйренеді жүр. Сонымен қатар сен жаңа жақсы қосымшаны айттың ғой. Екі қазақстандық баланың жаңа әлем деген қосымшаны ойлап табу. Ол да бір біздің Қазақстанның жаңағы енді біздің еліміз дамушы елдер қатарындағы ол біз үшін үлкен бір мүмкіндік жаңағы тіл үйренуге деген. Негізі мысалы осындай технологиялар, қосымшалар арай шыға берсе біздің Қазақстанымызда негізі әлемдік аренада жақсы көрінейін деп тұр. Мысалы біздің Қазақстанымызда көптеген жақсы оқиғалар болды осы жылы. Сонымен қатар осы бір қосымшаның шығуы негізі кәдімгідей бір қуаныш сыйлады өзіме. Өйткені мен де мысалы Duolingoмен айналысып жүрмін, бірақ Duolingo көбінесе негізі енді орысша қосымша болғандықтан орысша тілге кейбір адамдарға қиын болатын. Ал енді осы әлем шыққаннан кейін негізі біздің ұлттық мысалы қазақ балдары шығарған бір қосымшаны жүктеп алсақ, сол балдарға мысалы бір қолдау сияқты болады Қазақстанымыздың. Және де осы айтып кететінім, тағы да тілдерді үйреніп жатқан сәтте негізі бір қызықты факт, тілдерді үйреніп жатсаңыз, өз тіліңізде де жақсы үйрене бастайсыз. Өйткені мысалы өзге тілде бір ұғым болады, мысалы бір ұғым немесе термин болады. Және оны қазақ тіліне аударғанда ол бір сөзбен аудара алмайды. Бірнеше сөз болады ішінде. Және сол үшін мысалы біз өзіміздің тілімізде сол сөздің аудармасын іздеуге тырысамыз, оны қандай сөзбен алмастыруға болады дегендей біздің тіліміздің бір жазу ережелерін зерттейміз. Соның бәрі негізі өз үлесін қосады бізге. Кейбір адамдар мысалы түсінбеуі мүмкін, мысалы біздің өзге тілді үйреніп жатсақ, біздің өзіміздің тілімізге қандай пайда тиеді деген. Бірақ өз тәжірибемде айтып кетсем, негізі үлкен септігін тигізеді екен. Өйткені мысалы біздің қазақ тілімізде айналайын деген сөз бар. Айналайын сөзі өзге тілдерге аударылмайды. Түпкілікті сол түрде. Мысалы деген түркше басқаша болады, орысша тілде басқаша болады. Мысалы орысшада душа моя деп аталады. Ал біз Қазақстанымызда тек айналайын деген сөз бар. Сондай сөздер мысалы негізі өте қызықты. Өйткені мысалы зерттей берсек, тіл осы білімі осы көп зерттеуге болады ары қарай. Және де осы біз деген студенттер бүгін осы айтып кеткен тақырыбымыз негізі өзіміз үшін де өте қызықты, сіздерге қызықты болды деген үміттеміз. Және де сіздерге осы айтарымыз, тілдерді үйреніңіз, тілдерде мысалы болашаққа деген үлкен мысалы өзіңіз септігіңіз тигізеді. Ал енді бізден бүгін болғаныңыз үшін рахмет. Сіздермен бүгін студияда болған тағы да Ғали Әредова және де Әділет Амангелді. Келесі кездескенше.